Мен Алматы облысы Іле ауданы Көкқайнар ауылы номер 44 орта мектебінің 6 А сынып оқушысы Әбдіғаппар Ғалымжан оқуға құштар мектеп жобасы бойынша тәуелсіздігімнің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдениет акциясы аясында кітап рухани азық кітап оқу байқауына қатысып отырмын. Мен Қалмақан Әбдірақовтың Қажымұқан повесті оқып шықтым. Бұдан түсінгенім, мен Қажымұқан қанша мықты болғанымен, қанша күші тасып тұрғанымен, күшін орынды жұмсай білген. Өз күшін кішкентайларға теспей, керісінше оларға көмектесіп жүрген. Қажымұқаннан үлгі аларлық көптеген қасиеттер бар. Оның біразы айтайын. Мысалы, Қажымұқанның күші көп болғанымен, ол өте мейірімді және де кең пейілді. Ол қанша жақсылық істегенін ешкім білмейді. Ол соғыс үшін самолет жасап, самолет қостырған халық қаһарманы. Тағы да айта берсең көп. Мен осының барлығын Қажымұқаннан үйрендім. Қажымұқан ең үлгі тұтарлық азамат.